Бүгін біздерде жүн жылатын пересъемная машина дейді, яғни производитель Volterra немесе мынандай қара пальцылар болады. Қазір көрсетеміз. Мынау жүн шығаратын жәнегі шығатын тесігі, отверстиясы, мынау включателі, және де крышкасы бар екен. Енді айландырып көрейік. Питаниясы, кабелі. Мына жерде блок управления тұрады, астында двигателі. Двигателі сыртынан доступ бар. Мына жерде заземление. Және де мына жақ боковойындағы көрінісі. Характеристикасына келетін болсақ, біздерде машина перещипальная Volterra PM3 деген екен. Яғни 220 вольтпен істейді, қуаттылығы 420 ватт. 2,5 килограмм бір салған кезде 2,5 килограмм, яғни бір бройлер тушкасын салса болады. Немесе одан жеңіл болса 2 бройлер саласыз. Мысалы 1,5 килограммнан болса, 1 килограмм 200-ден болса 2 бройлер салса болады. Өзінің жалпы салмағы 11,5 килограмм екен. Размерлері міне 460 мм, 420, 670 мм. 22 жылға өндіруші Ресей мемлекетіндегі Volterra компаниясы. Заводы десе болады. Осында пластик былай. Хрупкий емес. Несінің өзі пластигі мықты екен. Қолмен. Және де ішінде защитный маска бірге комплектіде жүреді екен. Сыйлық ретінде десе болады. Және де міне производителінің өзінің, өндірушінің гарантиясы, 1 жылдық гарантия, кепілдік береді. Оксилердің условиясын сақтаған жағдайда ғана. Ішінен қарағанда көрініс осындай болады. Пальцелары мынандай. Қалай айтса болады екен. Точечный пальцы деп айтамыз ба? Елочка сияқты. Шырша ұқсас. Диаметрін қазір өлшейміз. Биіктігін қанша бактың. Қазір мен сіздерге рулеткамды алайын. Рулеткамды таптым. Диаметрін тура ортасынан өлшек, яғни ішкі диаметрін тазасын алайық. Таза диаметріміз бізде 40-қа 7,75-39,5 маған жақсы көрініп тұр. Сіздерге енді көрінеді деп ойлаймын. Және де биіктігі сырт жағынан қарасақ, полынан, яғни төменгі жақтан бактың жоғарғысына дейін 42,5, 43-ке жетпейді. Ал ішінен қараған кезде центрдан бастайық. Тура ортасынан, орта жағынан алған кезде биіктігі енді маған жақсы көрініп тұр, 34,5 негізі. Пальцелары міне ең жоғарғы саусақтары дейік па, 15 см жетпейді екен. Осылай орналасқан полный. Мына мысалы біреу көтеріліп, біреу төмен түскен екен де пальцелары. Мыналар жоғары көтеріліп тұрса, астындағы бір ряд төмен. Астыңғы жағында аяқтары, яғни ножкалары, осындай двигательдің охлаждениесі бар, темірі бар екен. Типа ребро жесткости, және двигательді орнатқан қойдым бұл профильге. Квадратный труба. Ал енді мына ножкалары негізін қай кесе регулировочный болғанда керемет болатын еді. Яғни бұны айландырған кезде резинка екен, бірақ енді ровный полға қоясыздар. Айланбайды, астында несімен орналасқан шурубымен. Негізі регулировочный болса өте керемет болатын еді. Өйткені кей кезде ала саламызда, қоя саламызда бір жерлері биік болып қалады, бір жері төмен болып қалады, сол кезде қиыншылық туғызады. Ровно болған кезде бұл аппаратымыз дүзу жұмыс істейді. Өйткені қисық тұрса, бұл жәнегі үйдегі кір жуатын мәшине сияқты. Бүйтіп трескаться етеді, жәнегі вибрациямен жұмыс жасайды. Осындай жалпы көрініс. Қалай жұмыс жасайтын барысында тағы да көрсете жатармыз. Толықтап видеороликтер каналға түсіре жатармыз.